Құрметті әкелер, балаларыңа балалық шағынан мына қарапайым сөздерді айтып тәрбиелеңіздер. Жүректеріне тайға таңба басқандай басып тастаңыздар, тасқа қашап жазғандай ой санасына құйып тастаңыздар. Ұлым, Алла тағаладай қорғаушың сен жағыңда тұрғанда саған кім қарсы тұра алады? Сенікі болмағанда кімдікі болуы мүмкін? Сен істемегенде кім істей алады? Сен жанбасаң жарық жұлдыз болып кім жанады? Ел мен жерді сен қорғамағанда кім қорғайды? Тіл мен дінді сен көтермегенде кім көтереді? Қазаққа сен пана болмағанда кім пана болады? Алла тағалаға менің басымда қиындықтарым бар деп шағымданба. Қиындықтарға қарап тұрып, менің демеушім Аллам бар деп. Өкімет маған не береді екен деп қарап отыратын емес, мен еліме не беремін деп жұлқынатын азамат қылып тәрбиелеңіз. Осы сөздер оған жеке өмірінде көмек болады, бизнесте қолдау болады, іс бастаса қанат болады, құлдырау кезінде демеу болады. Маңызды емес, өрлесін, биікке көтерілсін, әлде құласын төмендесін. Осы сөздер ой санасында, жүрегінде мәңгі жүрсін. Осы сөздер әрбір әкенің баласына бергендерінің ішіндегі ең керектісі, ең жақсысы болып табылады. Әрбір әкенің баласына бере алмағанының орнын толтырады.